Қайырлы таң, достар. Адюкай оянды. Адюкай оянбастан бұрын мен тоңазытқышымды өшіріп қойған едім. Осылай барлық заттарын шығарып, соңғы кездері осындай мұз пайда болатын болыпты. Білмеймін неліктен екен, бәлкім настройкалары дұрыс емес шығар. Енді осының барлығын ерітіп, мына жерге барлық тамақтарымызды шығарып қойдым. Осының барлығын саламыз, және де осындай тауарларымызды Озонға барып тапсырамыз. Сол барлығы әдеттегідей күнделікті өмір. Сонымен қатар Адюкайым ұйықтап жатқанда кір машинаға жуатын кірді салып, осылай қойдым, жуып. Сондай жұмыс бітірдім. Соңғы жаңалықтардан мен шашымды қидым. Мінекей, Айбикош осылай айтып қойып берді, өзім сұранысым бойынша. Адикон, тұра тұр жаным, күте тұршы, мама, жазып тастайды видеоны қазір. Сосын алады сені, жүре ма, жүрек? Осылай шашымды қидым. Негізі аяғым ауыр кезде шашымды қиған жоқпын. Біздер енді ырымшыл халықпыз ғой. Болмайды дегенге жүгініп, және де енді Адюшан саған сәби, өзім бірінші жүктілігім болғаннан кейін соған енді сеніп шашымды қиған жоқпын. Адюканда дүниеге алып келгеннен кейін шашымды қидым, бірақ енді десек те ондай күшті қиған жоқпын. Және де әйел адам бала босанғаннан кейін шашы күрт түседі екен. Сондай бір зардапқа ұшырайды екен, өкінішке орай. Сол бұрынғы видеоларымда да сіздерге көрсеткенімдей, мынандай шаштарым, мінекей, қараңыздар. Мынау өскені, бұл менің кекілім емес. Бұл менің түсіп қалған шаштарымның өскені. Мінекей, мына жерде мынандай көп. Мен утюжокпен өзім шашымды осылай реттемесем, таңертең мен бір қыстай, қысқа шаштарым, сол өскен бүйтіп тұрып кетеді. Сосын біртүрлі әдемі емес болады да. Балапан шаштар. Балапан шаш дегенде балапан шаш емес, енді ол мына жердегі шаштар емес, ол мына төбедегі түсіп қалған шаштар. Мына жерде қысқа осы кекілдің ұзындығындай да, мына кекіл емес негізі. Сол түсіндіргендей болдым енді, түсінсеңіздер. Бұрынғы видеоларда бар осындай кішкентай болып шығып тұрған шаштар, ол негізі сол жүктілік кезінде болған шаштар. Күшті, жүктілік кезде күшті болады шаш. Бала босанғаннан кейін, бір 3 айдан кейін шаш қатты түседі. Сол кезде түсіп, өскені әйтеуір. Аллаға шүкір, әйтеуір өсті. Енді осы шаштармен бірге мына шаштарым ұзын болып, кішкене бір-біріне сәйкес келмеді. Мына жерлері бір тышқанның құйрығы сияқты бір ап-аз болып қалды да, шашым бір сүмірейіп. Жаным. Соны қиып тастадым. Әйтеуір Айбекке айттым, кішкене аядым, үйттім, сосын бір айдам қойшы. Шаш деген ол қол емес, аяқ емес, ол өсетін нәрсе. Ондай жаман шаштардан айырылу керек деп. Енді қас кішкене бір тірі шаштарым қалған сияқты. Ұзындығым, бірақ енді бір шама, бір 15 сантиметрдей қиып тастадым. Соңғы жаңалықтар солар. Және де қандай жаңалықтар Адюкош? Алла қосса, бізде кел көтерем сені. Сені де түсірем, кел. Кел маған. Алла қосса, біздің Сәлемде. Алла жан. Алла қосса, біздің кіндік қызымыздың Ақерке деген жалғыз кіндік қызымыз бар. Иә. Соның туған күні. Ол біздің Адюкайдың жиен әпкесі. Жиен емес, бөле әпкесі. Сол бөле әпкесінің туған күні Алла қосса 7-ге ол толады. Бұрынғы видеомнан көрген шығарсыздар. Біздер оған сыйлықтар дайындап жатырмыз. Соған Вайлдберрисқа барып тапсырыс жасаған нәрселерімді алып кету керекпін. Және де бір-екі нәрсені Адюконға
тапсырыс жасаған едім, соларды да алып кетеміз, Алла қаласа. Және де Озонға барамыз. Енді күнделікті жұмыс, ол енді күнделікті шаруа, оны видеоға көп түсірмеймін бүгін. Қараңыз келсе, бұрынғы видеолардан көре аласыз. Декреттегі бизнес деген, декреттегі жұмыс дейма, сондай бір тақырыбы бар, енді тауып алсаңыз көруге болады. Сол тоңазытқышты жуу, әдешпен серуендеу, және де бүгін Адюкайдың бір балабақша дегенде толық балабақша емес, бір 3 сағатқа қалдыратын, дамытатын центрге апарғым келіп жүр Әдештің өзіне де жақсы деп ойлаймын. 1 жастан қабылдайды екен. Біздің қызымыз 1 жас 5 ай, Аллаға шүкір. Достармен, жаңағыдай адамдармен қарым-қатынас жасауға жақсы болады деген ойдамын. Және де болашақта балабақшаға барғанда жеңіл түрде адаптация өтеді деп. Сондай бағытпен бүгін сол центрға барып, сұрап келгім келіп тұр. Бағасы қанша, қай уақытта қабылдайды, нешеден нешеге дейін деген сияқты нәрселер. Және де сол уақытта Адюконды центрға тастағанда, мысалы, сол уақытта көп өзімнің шаруаларымды үлгеремін деген ойдамын. Бір 3 сағаттай уақыт. Әдешке де жақсы, маған да жақсы. Әдеш оған. Ол жерде дамиды, ойнайды, жаңағыдай үйренеді социумға. Ал мен өз шаруаларымды бітіріп тастаймын. Жеке кәсіпкер ретінде, және де әйел адам ретінде. Мінекей осындай түрім. Адюкаян аяқ киімін киіп атыр. Бас киімін киіп алды. Өзінше. Енді қазір аяқ киімін. Я, кет. Сағат 12-ден 12 кетіп атыр. Біздер бірінші рейсімізді бастадық. Жолшыбаев Алберске келген заттарымызды Адюкай екеуміз алып кетейін деп жатырмыз. Алберстан тапсырыс жасалған тауарларымызды алып келе жатырмыз. Алла қаласа распаковка түсіретін боламын. Сағат 3:30 болып жатыр. Біздер тек үйге келіп тамағымызды ішейін деп жатырмыз. Адюкон. Осылай Адюкон жайлап өзі тамақ ішеді бізде. Осыдан кейін қазір тамақ ішіп болғасын кейініп, тағы да жүргегімізді апарамыз. Сондай жоспар бізде. Сағат кешкі 5-тен 12 кетті. Әйтеуір бүкіл шаруамызды бітірдік. Адюкай екеуміз, Аллаға шүкір, тек отырып жайғасып жатырмыз. Жаңа жүргек апарып тастадық. Адюкай, отырасың ба не? Жүр әткеншекке. Жүр, Адюкон, әткеншекке кел мұнда. Кел. Енді қазір 6-ға дейін папамызды күте тұрамыз. Оған дейін кішкене ойнай тұрамыз. Өйткені Әдеш тек ұйықтады, тамақ ішті, және де арбада отырды. Басқа еш нәрсе жасаған жоқ бүгіндікке. Енді кішкене аяғымызды қозғалтып, денемізді қозғалтып ойнаймыз. Тоңазытқышымды жуып болдым. Сағат кешкі 9:30. Шаршадым бүгіндікке, көп шаруа бітірдім. Осындай қалым. Айтпақшы, көкөністер мен жемістерді менің осылай ерте жуып қоятын әдетім бар, әзірлеп. Өйткені кішкентай бала мен ыңғайсыз болатын кездер көп болады. Ал бұл жағдайда алып турай бересіздер. Өте ыңғайлы. Егер де олай жасамасаңыздар, сондай кеңес беремін. Ертеңге апаратын тауарларымды дайындап қойдым. Соларға осылай стикер шығарып
қазір жапсырамын. Ертеңгі жұмысым дайын. Бүгін Адюкайға Wildberries'тан осындай тапсырыс берген бодиктар келді. Қараңыздар, қандай әдемі. Әдемі және де арзан өте. Мінекей I love mom деген, I love my mom деген жазу бар екен. 86 сантиметрлік алдым, 18 айға. Біздің Әдөш қазір 1 жас 5 ай. Менде кішкене үлкендеу бола берсін, бірақ жақсы деп ойлаймын. Мінекей осындай анасы мен Мәулені да, мамасы мысық. Кішкентай Мәулені бар. Әдемі. Сосын андай мына екеуі бірге осындай кет деген жазуы бар. Тәтті деген мағына білдіреді. Сосын осындай сары. Қарасам барлығын мысықтар екен. Солай енді әдейі емес, солай тап түсті. Білмеймін неліктен екен. Сосын үшіншісі ол мынандай. Сондай бір жолбарыс па, қандай сондай бір принті бар. Біздің үйдің көрінісі осындай. Әдюкай барлығы қопарып, қоқытып, міне жүгіріп жүр. Қанша жинасаң да, жинамасаң да оны көрінбейді ол. Иә, көрінбейтін сияқты. Әдюкай, бізде түн болды. Әдюкай мынандай пердені бүйтіп жыртып тастады. Енді соған Wildberries'тан мынандай пердеге тапсырыс берген едім. 300-270 сантиметрлік қас көрек, матасы лен. Қалай болып тұратынын білеміз ба? Жоқ, демалмай. Қолың деген талып қалды ма? Қазір қасеман жасап боласын отпаривательмен да дұрыстап жіберерміз. Да? Өтек теген жоқпын. Сені сыйлаған отпаривательіңмен. Иә, қол талдырады да, мойынмен. Жақсы ғой да? Ага, жақсы. Қазір отпаривательмен дұрыстап жібереміз де. Олай жақсы ғой, дұрыс алған мұңы. Кішкене асты жетіңкіремей тұр негізі. Бірде неше алдым? Бірде 7 ма сондай алдым. Дұрыс қой енді, бірде 7 ең ұзынын алып тұрмын. Бізде бірде 8 да ұзындығы. 2-де 8 деген. Мен 2-де 7 алып тұрмын. Тапсырыспен. Бірақ жақсы осындай кішкене да. Осы жақсы сияқты. Әдюкан тек бұны жерде қоқтайын деп бүлдірейін деп жүр барлығын. Пол жуған қайлы болады. Баламен айтып салып көретін еді. Кішкене бір, неше бір 10 сантиметрдей жетпей тұрған шығар.